Саламатсың ба балақай? 105-ші сабақ 20-ға дейінгі қосу және азайту. Бірінші есеп. Сырым йогурттарды санады. Мысалдарға қара, оған есептеуге көмектес дейді. Суретке назар аударайық. Бірінші сол жақта тұрған суретке қарайық. Астыңғы бөлігінде 4 қызыл йогурт және 6 көк йогурт берілген. Бұның барлығы 1 ондыққа тең. Яғни 4 бірлікке 6 бірлікті қосамыз, 10 болады. Енді үстіндегі қызыл йогурттар 10 йогуртқа астындағы 4 қызыл йогуртты қосамыз, 14 болады. Енді сол 14-ке 6 көк йогуртты қосамыз, 20 болады. Сонда барлық йогурт 20-ға тең екен. Енді оң жақтағы суретке қарайық. Астында 10 йогурт берілген, оның 6 жасыл йогуртын жеп қойған сырым. Сонда қалады қанша йогурт? 10-нан 6-ны азайтамыз, 4 йогурт қалыпты. Енді осы оң жақтағы барлық йогуртқа қарайық. Онда барлығы бізге 20 йогурт берілген. Енді сол 20 йогурттан 6 йогуртты алып тастауымыз керек. 20-дағы 1 ондықты 0-ге қарызға береміз. Сонда 10-нан 6-ны азайтсақ 4 қалады. Енді 20-да жаңа 1 ондығын қарызға бердік та, енді 1 ондығы қалған. Сол 1 ондықтың өзін жазамыз. Сонда 1 ондық 4 бірлік 14 қалады екен. Сонда әлі мына жерде желінбеген 14 йогурт бар екен. Енді мынаған қарайық. 7 қосу 3, 17 қосу 3 дейді. 7 йогурт дегеніміз 7 қызыл йогурт, 3 жасыл йогурт. Екеуінің қосындысы 10 болады. Яғни бұл жерде 10 йогурт. Енді 17 қосу 3 дегеніміз 7-ге 3-ті қосамыз, 1 ондыққа тең, және де 1 ондығымыз қосамыз, сонда 2 ондық 20 болады. Келесі оң жақтағы астыңғы йогурттар 10 йогурт берілген, соның 9 йогуртын жеп қойған. Сонда 1 йогурт қалады. Енді бізде барлығы 20 йогурт, сол 20 йогурттың 9-ын алып тастаймыз, сонда 11 йогурт қалады. Екінші есеп, есепте дейді. 10 мен 4-тің айырмасы 6, 20 мен 4-тің айырмасы 16, 10 мен 3-тің айырмасы 7, 20 мен 3-тің айырмасы 17, 10 мен 5-тің айырмасы 5, 20 мен 5-тің айырмасы 15, 10 мен 7-нің айырмасы 3, 20 мен 7-нің айырмасы 13. Бізде бұл жерде айырмашылық 10 мен 20-нің айырмашылығы 1 ондыққа артық. Азайтқан кезде де 1 ондықта 1 бірлік шығады, ал 2 ондықта 1 ондықпен сосын бірлік шығады. Үшінші есеп. Есепте балалар не сатып алды дейді. Сырым мен Әлияның не сатып алғанын мына өрнектерді есептеп шығарып барып көрейік. Мен сызық арқылы көрсетіп қойдым. Сол дұрыс па, дұрыс емес па есептеп көрейік. 50 мен 30-дың айырмасы 20-ға тең, 20 мен 5-тің айырмасы 15-ге тең, 15 мен 5-тің айырмасы 3-ге тең. Сонда Әлия қаймақ сатып алған екен. Енді сырымды көрейік. 15 мен 5-тің қосындысы 20-ға тең, 20 мен 7-нің айырмасы 13-ге тең, 13 мен 10-ның айырмасы 3-ге тең. Сырым сонда сүт сатып алған екен. Төртінші есеп. Есепті шығар. Кері есеп құрастыр дейді. Дүкенге 20 литр сүт, одан 3 литр кем қаймақ әкелінді. Дүкенге неше литр қаймақ әкелінді? Енді шартын жазайық. Дүкенге сүт 20 литр, қаймақ одан кем 3 литр әкелінді. Бізден қаймақтың неше литр әкелінгенін сұрап тұр. Оны табу үшін 20 литр сүттен 3 литр қаймақты азайтамыз. 20-дан 3-ті азайтсақ 17 қалады. Сонда жауабы дүкенге 17 литр қаймақ әкелінді. Енді кері есеп құрастыратын болсақ, сүттің неше литр әкелінгенін табуымызға болады. Ол үшін қаймақ 17 литр әкелінген, ал сүт одан
3 литр артық әкелінген дейміз. Сонда 17-ге 3-ті қоссақ, 20 литр болады. Дүкенге сонда 20 литр сүт әкелінген. 5-ші тапсырма. 3 түрлі сүт тағамының қосындысынан 10 саны шығатындай жинақ құр дейді. 10 саны шығатын 5, 3, 2-ні алуға болады. 5-ге 3-ті қоссақ 8, 8-ге 2-ні қоссақ 10 шығады. Келесі 4, 1, 5. 4-ге 1-ді қоссақ 5, 5-ге 5-ті қоссақ 10 болады. Келесі 5, 4, 1. 5-ге 4-ті қоссақ 9, оған 1-ді қоссақ 10 болады. Келесі 6, 2, 2. 6 қосу 2, 8, оған 2-ні қоссақ 10. Келесі 2, 5, 3. 2 мен 5-тің қосындысы 7, 7 мен 3-тің қосындысы 10. 6, 3, 1. 6 мен 3-тің қосындысы 9, оған 1-ді қоссақ 10. 4, 2, 4. 4-ге 2-ні қоссақ 6, 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.